Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы берілген функцияға кері функцияны анықтау. Берілген функцияға кері функцияны анықтау үшін біздер мысалы мына тақтадағы мысалға қарайтын болсақ, y-тен 2x плюс 1 функциясына кері функцияны анықтау үшін x-ті y арқылы өрнектеуіміз керек. Яғни берілген функцияның кері функциясы деген ұғыммен біз бұрында да танысқанбыз. X квадрат функциясына кері функция бар. Егер x-тің мәні теріс емес болса, онда оған кері функция түбірасында x функциясы болады дегенбіз. Ал кері функция менен оның тура функциясының арасында қандай айырмашылық болады? Тура функцияның анықталу облысы болатын сандар жиыны оның кері функциясының мәндер облысы болады. Ал тура функцияның мәндер облысы болатын жиыны оның кері функциясының анықталу облысы болатын. Яғни анықталу облыстар мен мәндер облысының жаңағы ауысатынын білетінбіз. Және де берілген функцияға кері функция болу үшін ол өзі белгілі бір аралықта өспелі, сол өспелі немесе кеммелі болған аралығында ғана анықталатын. Ал егер де берілген функция бір сарында бүкіл анықталу облысында өспелі болатын болса, онда оған кері функция бар. Сол сияқты кері функция мен тура функцияның тағы қандай ерекшелігі бар. Егер тура функцияның жаңағы графигі өспелі болатын болса, қасиеті бойынша, онда оған кері функциясының да өспелі болатын. Ал кемімелі болса, онда оған кері функцияның да кемімелі болатындығын білетінбіз. Енді мына функцияның кері функциясын анықтау үшін бірінші біз y-тің орнына x, x-тің орнына y деп жазып аламыз. Яғни бұлай деп жазамыз. y-тен 2x плюс 1-ді y-тің орнына x, ал x-тің орнына керісінше y деп жазып аламыз. Міне. Енді осы соңғы жазылған өрнектен y-ті x арқылы өрнектейміз. Яғни y-ті табамыз, басқаша айтқанда. Плюс 1-ді теңдіктің екінші жағына минус 1-мен өткізіп жіберсек, 2y тең x минус 1 болады. Енді көбейту 2-ні бөлу 2-мен өткізетін болсақ, y тең x минус 1 бөлу 2 болады. Сонда соңғы алынған функция y тең x минус 1 бөлінген 2 функциясы бастапқы берілген y тең 2x плюс 1 функциясының кері функциясы болып табылады. Және бұны бірдей бөлімі бірдей бөлшектердің айырмасы түрінде жазатын болсақ, бұлай жазсақ та болады. 2-ден 1x минус 2-ден 1-ге тең. Яғни y тең 2-ден 1x минус 2-ден 1 функциясы берілген 2x плюс 1 функциясының кері функциясы болады. Бұл сызықты функцияның кері функциясын анықтау. Енді квадратты функцияның кері функциясын қалай анықтаймыз? Тура жаңағы айтқанымыздай y тең болады x квадрат плюс 3x минус 1-ді y-тің орнында x, ал x-тің орнында керісінше y болатындай етіп жазып аламыз. Енді осы жазудағы y-ті x арқылы өрнектейміз. Ол үшін x-ті теңдіктің екінші жағына өткізейік. Сонда мынандай жазу пайда болады. Тең 0. Енді y-ге қатысты квадрат теңдеу қарастырамыз. Мына минус 1, минус x бос мүше деп қарастырайық. Олай болса y квадрат плюс 3y минусты жақша сыртына шығарып жүрсем, 1 плюс x болады, тең 0. Бұл функцияның түбірін анықтап аламыз. Минус 3 плюс минус түбір астында b квадрат, яғни 3-тің квадраты 9, минус, на минуспен плюс 4, 1 плюс x болады, бөлімінде 2 болатын. Енді түбірдің астында тұрған өрнекті ақшамдап алатын болса, y тең минус 3 плюс минус жақшаны ашып жіберсек, 4-ге 1-ді қоссақ 4 болады. Ой, көбейтсек, 4-ге 1-ді көбейтсек 4 болады. Оған 9-ды қоссақ 13 болады. Қосылған 4x болады. Бөлімінде 2. Яғни мына алынған өрнек x-ке қатысты болды. Яғни y тең минус 3 плюс минус түбір астында осы өрнек бөлінген 2 функциясы берілген x квадрат плюс x минус 1 функциясының кері функциясы болып табылады. Және бір ескеретін жағдай, түбірдің астында тұрған өрнек 1 плюс 4x теріс емес екендігін ескеріп кетеміз. Кері функцияға қатысты тағы бір мына нәрсені есімізде сақтаған дұрыс. Мысалы айталық y тең болады x квадрат функциясына кері функцияны анықтаңдар дейді. Бұл функцияға кері функцияны анықтау үшін біз білеміз x квадраттың анықталу облысы
минус шексізден плюс шексіздікке дейінгі аралықтағы сандар жиыны. Егер осылай x минус шексізден плюс шексіздікке дейінгі аралықта жататын жағдайда берілген функцияның кері функциясын анықта десе, онда бұл жағдайда біз кері функциясы жоқ деп айтамыз. Бұл жағдайда кері функциясы анықталмайды. Кері функциясы жоқ дейміз. Функциясы жоқ. Ал енді егер x-тің мәні 0-ден плюс шексіздікке дейінгі аралықта жатса, берілген функцияның кері функциясы бар ма десе, онда оған кері функция бар дейміз. Ол кері функцияны түбірасында x деп айтамыз. Яғни біз x-ті y арқылы өрнектейтін болсақ, өзіміз жаңағы айтып кеткендей, y-тің орнына x-ті, ал x-тің орнына y-ті жазып, және y-ті x арқылы өрнектейтін болсақ, бізде y-тен түбірасында x функциясы болар еді, себебі квадрат санның квадратына түбір табуға амалы кері амал екендігін білеміз. Және бұл жердегі x-тің теріс емес екендігін міндетті түрде ескеріп отырамыз. Сонда берілген функция y-тен x квадрат функциясына x-тің мәні 0-ден плюс шексіздікке дейінгі аралықта өзгерген кезде кері функция болады. Ол функцияны y-тен түбірасында x функциясы деп атайды екенбіз. Бұл функция менен берілген функцияның графиктерінің арасында қандай байланыс бар? Соны көрсетіп өтейік. Мына жақта 1, 2, 3, айталық 4 болсын. X үлкен немесе тең 0 болған кезде квадраттық функцияның графигі айталық бұлай қарай жүреді. Мінекей, тармағы осылай қарай ауысты дейік. Бұл y тең болады x квадраттың x үлкен тең 0 болғандағы графигі. Ал енді y тең болады түбірасында x функциясының графигін салу үшін 1-де 1, 4-те 2 деп алсақ, онда ол график бұлай қарай өзгереді. Яғни мынау y тең болады түбірасында x функциясының x үлкен тең 0 болғандағы графигі. Сонда y тең x квадрат функциясы мен y тең түбірасында x функциясы бір-біріне кері функциялар. Олай болса, кері функциялардың графиктері мына жерде түзу жүргізетін болсақ, бұл y тең болады x түзуі. Сонда тура функцияның графигі мен кері функцияның графигі y тең x түзуіне қатысты симметриялы болады екен. Егер тура функция өспелі болса, онда оған кері функция да өспелі болады.